Сәлеметсіңдер ме балалар, көңіл күйлерің қалай? Балалар, ана тілінен жаңа тарау бастаймыз. Бұл тараудың тақырыбы буын және тасмал. Тарауда сендер балалар тасмал туралы білетін боласыңдар. Буын және тасмал туралы сөздерді буынға бөлуді, сөздегі буын санын анықтауды және сөздерді тасмалдап жазуды үйренесіңдер. Ал балалар, бүгін біз осы буын тақырыбын бастаймыз. 20-шы қоңырау. Ең бірінші жаттығуда не берілген? Біз жаттығудың мәтін берілген, сол мәтіннің тақырыбына қарап, мәтіннің тақырыбын оқып, мәтін не туралы болуы мүмкін, соны болжайық. Тақырыбы еліміздің астанасы. Қалай ойлайсыңдар, мәтін қай қала туралы болмақ? Жарайсын, өте жақсы. Яғни Нұр-Сұлтан қаласы. Мәтінді тыңда. Еліміздің астанасы. Еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Қаланың ортасымен Есіл өзені ағады. Қалада әсем ғимараттар көп. Онда бәйтерек, хан шатыр бар. Нұр-Сұлтан қаласы әдемі. Ол маған ұнайды. Жақсы, мәтінді тыңдадық, балалар. Мәтінде қай қала туралы айтылған екен сонымен? Жарайсыңдар, өте жақсы. Қандай тағы ғимараттары бар еді, еске түсірейікші? Жақсы. Нұр-Сұлтан қаласында болған оқушы бар ма? Немесе осы қаланың тұрғыны бар ма екен арамызда? Жақсы, жарайсыңдар. Өте жақсы. Енді балалар, біз Нұр-Сұлтан туралы мәтінді оқыған кезде ғимарат сөзі кездесті. Енді ғимарат сөзі қандай мағына береді екен? Ғимарат сөзі белгілі бір үлгімен салынған құрылыс нысаны деген мағынаны береді екен. Жақсы. Енді балалар, біз жаңа Нұр-Сұлтан, Астана, қала сөздерін мәтіннен кездестірдік. Екінші жаттығуда осы сөздерді балалар буынға бөліп жаз дейді. Буынға бөліп жазу үшін біз сөздерді ауызша буынға бөліп көрейік кәнекей. Нұр-Сұлтан. Неше буын болды? 3 буын, дұрыс. Астана сөзін буынға бөлейік. Астана. Шапалақпен буынға бөлеміз. Жарайсыңдар, жақсы. Қала. Өте жақсы. Енді Нұр-Сұлтан сөзінде 3 буын, Астана сөзінде 3 буын, және қала сөзінде 2 буын бар екен, балалар? Өте жақсы. Енді бұның сыры неде? Яғни, сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Қазір ережемен танысамыз. Міне, Астана сөзін алып қарасақ, Астана сөзінде 3 аны, яғни 3 дауысты дыбысты көріп тұрсыңдар. Яғни, бұл сөз 3 буынға бөлінеді. Қала сөзінде 2 дауысты дыбысты көріп тұрмыз. Яғни, бұл сөз 2 буынға бөлініп тұр. Ережені тыңдайық. Сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, ер, ата, жаңғақ, жұмысшы. Мінекей балалар, біз жаңа айтқандай, сөздегі дауысты дыбыс санына қарай буынға да сөз солай бөлінеді екен. Жақсы. Балалар, қараңдаршы, мына сүйкімді балақай не себепті көңілсіз отыр? Тауып көрейікші кәнекей, не дейді? Балалар, мен 3-ші жаттығудағы буындардан сөз құрай алмай отырмын дейді. Балалар, сендер көмек беруге дайынсыңдар ма? Сөз құрауға көмектесеміз бе? Жақсы, жарайды. Ал кәнекей, бәріміз бірге мына тұрған буындардан сөз құрайық. Ол үшін сандарға назар аударыңдар. Сандарды өсу ретімен қосып отырып, буындардан сөз құраймыз. Ал кеттік. Еліміздің бас қаласы сызықша тұр, Нұр-Сұлтан. Ал кәнекей, қандай сөйлем шықты? Еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтан дейді. Балалар, енді әр сөздегі буын санын анықтайық. Бірінші сөз еліміздің. Еліміздің сөзін буынға бөліңдерші кәнекей. Неше буын бар?
Жақсы. Еліміздің деген сөзде неше буын бар? Жақсы. 4. Жақсы. Бас сөзінде? Жақсы. Дұрыс айтасыңдар, бір буын, себебі бір дауысты дыбыс бар. Қаласы. Жақсы. Нұр-Сұлтан. Жақсы, өте жақсы. Сонымен еске түсірдік, балалар? Тақырыпты толық меңгеріп алдық, сөздегі дауысты дыбысқа назар аудару керек екен. Жақсы, екінші жаттығуды дәптермен жұмысты жалғастырайық. Балалар, бізде 2 баған берілген. Осы 2 бағанда, сол жақ бағанда және оң жақ бағанда жазылып тұрған буындар және сөздер бар екен. Енді бізге осының ішінде буындарды алып сөз құрап жазуымыз керек. Дайын сөзге, сол жағында дайын сөздер тұр, және оң жақта буындар тұр. Енді осы буынды пайдаланып біз сөз құрап жазуымыз керек. Ал қанекей, қандай сөздер құрастыруға болады? Алма. Жақсы. Тағы. Шама. Бола ма? Жақсы. Шала. Бола ма? Әрине болады. Ал жақсы. Алма, шана, шала деп бастап, тағы бірнеше сөздер қосып жазуыңа болады. Жақсы. Ал бастай ғой. Соңғы сөзді жазып болғаннан кейін тыныс белгісін қоюды ұмытпа. Яғни нүкте қоясыңдар. Әдемілеп көркемдетіп жазайық. Жарайсың, жақсы. Өте жақсы. Бәрекелді. Жақсы, аяқтай қойыңдар, балалар. Үлгермей жатсаң, видеоны тоқтатып қойып, асықпай жазып алуыңа болады, Жақсы. Енді шығармашылық тапсырма берілген, балалар. 1-2 буыннан тұратын сөздерді тап, суретін сал дейді. Сол жақ 4 бұрыштың ішіне 1 буынды, оң жаққа 2 буынды сөздердің, яғни сөздердің суретін саламыз, 1 буынды қандай сөз бар? Мынау не, балалар? Бұл доп. Доп сөзінде неше буын бар? 1 буын, себебі бір дауысты дыбыс. Келесі. Құрт. 2 буынды сөздерге көшейік. Шана. Және мектеп. Жақсы. Балалар, осы суреттерді дәптерге салып дайындайсыңдар үйде. Бұдан басқа да 1 буынды және 2 буынды сөздерді пайдалануға болады. Жақсы. Балалар, сабақтың басындағы ережені еске түсіріп жіберейік, кәнекей. Сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен. Бұл ережені міндетті түрде жаттап алыңдар. Келесі сабақтың басында осы ережені сұраймыз. Жақсы. Енді осымен сабағымызды аяқтайық.